Ертеде жағдайы күн көрсе өте нашар әйел болыпты. Қаладағы туыстарынан көмек сұрауға барады. Кедей тұратын туған туыстары өздері кедей болса да, бар нәрсесін аямай, бейшара әйелге киім тамақ беріп, шамалары келгенше көмектеседі. Бірақ әйел оның бәрін бекер алмау үшін туыстарының үйіндегі жұмыстарын жасап, полын жуып, шаңын сүртіп, терезелерін жуып береді. Ал байлық асып-тасып тұрған туыстарына барса, олар жас келіншекті кішкентай баласымен үйлеріне кіргізбей қуып жібереді. Тапқан табысымен балаларын қуантып, жаңа жылды бірге қарсы алайын деп, күн батпай тұрып әйел жолға шығады. Күн суық, қар қалың, қанша асығып жүргенімен жолаушы түнге қалады. Бір қолында кішкентай баласы, екінші қолында әкеле жатқан сыйлықтары бар. Жас әйел әбден шаршайды. Түн ортасына таман ол жолдың бойында тұрған жартасқа жетеді. Ауыл жақын екенін осы белгіден танып, әрі иттердің үрген дауысын естіп әйел қатты қуанады. Жартастың жанында сәл демалмақшы болған жас келіншек қолындағы баланы түйіншектерін жерге қоя бастайды. Сол кезде әдемі қоңырау сыңғыры естіледі. Ғажап, әйел тоқтаған үлкен жартас кенет ортасынан қақ жарылып ашылады. Жап-жарық үңгірдің іші толған алтын мен күміс, асыл тастар, тағы да басқалар көп екен. Жарқыраған асыл тастарды көргенде келіншек сілейіп қатып қалады. Сол кезде бір керемет әдемі дауыс естіледі. Қорықпа, кіріп ұнатқан заттарыңды ал, бірақ есіңде болсын. Үңгірдің сиқырлы есігі қоңыраудың соңғы соққан даусымен жабылады. Сондықтан кетерінде асығып, өзіңнің қымбат нәрсеңді ұмытып тастап кетпе дейді. Жас келіншек үңгірге кіріп, баласын жетектеп, үйіліп жатқан алтынның үстіне отырғызады. Өзі қолына ілінген алтын білезік, сақина басқаларын да қалтасына сала бастайды. Сол кезде құпия дауыс екінші рет ескертеді. Байқа, кетеріңде ең қымбат нәрсеңді ұмытып кетпе. Балаларым бір қуанатым болды. Кедейлік күндерім осымен біткен шығар деп бейшара әйел қалталарын толтырып бітіп, басындағы орамалын жұлып алып, алтын мен күміс соған сала бастайды. Тезірек уақыттың бітіп қалады. Ең қымбат нәрсеңді ұмытпа деген әдемі дауыс жас келіншекке үшінші рет ескерту жасайды. Қоңыраудың соңғы соғылған дауысын естіп, әйел оқтай ұшып далаға шығады. Гүрілдеп үңгірдің есігі жабылып қалады. Далаға шыққан жас келіншектің есіне баласы енді ғана түседі. Балам қайда? Байғұс әйел қолындағы байлықтардың бәрін жерге тастай салып, жартасқа қарай жүгіреді. Бірақ жартастың есігі жабылып, шыбын өтетіндей тесігі де қалмады. Жинаған алтын мен күміс баламның бір тамшы жасына да тұрмайды. Дүниеде ең қымбат нәрсемнен айырылдым ғой деп келіншек еңіреп жылап жібереді. Осылай баласынан айырылып, жинаған алтын күмістерін тастап, әйел көз жасын көл қылып үйіне қайтады. Арада бір жыл шығады. Жаңа жылдың алдында бейшара әйел қайтадан сол жартасқа барады. Түнгі қоңырау соғылғанда үңгірдің есігі ашылады. Үңгірге кірген жас келіншек осы жолы жайқырап жатқан алтын мен алтын тастарға қарамайды. Өзінің баласын көріп қуанып кетеді. Ең қымбат нәрсесін құшақтай алып далаға жүгіріп шығады. Ауыздан ауызға тараған сөз бойынша нәрестенің қолында алтыннан жасалған шыршаның бүршігі болған екен. Бірақ сол кезде алтыннан артық жақырап тұрған баланың көзінен басқа анасы еш нәрсе байқамапты.